Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз 3-ші сыныптың математикасының 96-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен біздің арнамызға подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңырау да басып, бірінші жазылып алыңдар, себебі біздің арнамыздан барлық 3-ші сыныптың, 4-ші сыныптың математикаларының өздерінің түсінбеген тақырыптары, үй жұмыстары бірге жасап, есептерін шығаратын боламыз, балалар. Ендеше, балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық, иә? Бүгінгі сабағымыз, енді бүгін біз, балалар, жаңа бөлім бастаймыз, кеңістік фигуралар дейді. Текше куб деген тақырыпты өтетін боламыз. Дизайн. Сен текшенің жазбасын дайындауды және оның моделін жинауды үйренесің дейді. Енді бірінші есеп бізде, балалар, фигураларды ата, әр түрінен қанша фигура бар дейді. Енді бұл жерде, балалар, бізде текше және дөңгелектер тұр, яғни, балалар, бүйтіп астына текшенің суретін салып, одан кейін барып, текшенің қалай аталатынын өстіп жазып қойсаңдар болады. Енді бұл жерде, балалар, біріншісі бізде текше, екіншісі дөңгелек, үшіншісі текше, төртіншісі де дөңгелек екен, яғни әр түрінен қанша фигура бар деп тұр бізде. Яғни, балалар, текшеден 2, дөңгелектен 2 бар екен. Осылай, балалар, дәптерімізге әдемілеп жазып қоямыз. Енді келесі бізде, балалар, текше туралы. Текше не екен білейік. Текше барлық жақтары шаршы болып келетін көлемді фигура, яғни дене дейді. Шаршылардың қабырғалары текшенің қыры, ал олардың төбесі текшенің төбесі деп аталады. Текшенің 6 жағы, 12 қыры, 8 төбесі болады дейді. Текшенің өлшемдері ұзындығы, ені және биіктігі дейді. Яғни, балалар, текшенің 3 өлшемдері болады екен. Енді, балалар, бізде астында сұрақ берілген екен. Текшенің жақтары жайында не айтуға болады? Текшенің жақтары өзара тең бе дейді. Енді, балалар, текшенің жақтары бізде мына жерде жазылып тұр, шаршы болып келеді деп тұр. Яғни, текшенің жақтары шаршы болып келетіні туралы айтуға болады. Және текшенің жақтары өзара тең бе дейді. Әрине, балалар, текшенің жақтары өзара тең болады, себебі шаршы деген бір-біріне тең болады, Енді келесі бізде, балалар, үшінші есептерді шығар дейді. А есебі: дизайнер түсті қағаздан 6 дана көк, 4 дана қызыл қорап жасады дейді. Бір қорапқа 36 квадрат сантиметр қағаз жұмсалған болса, барлық қорапқа қанша қағаз қажет болды дейді. Енді, балалар, бұл есепті шығару үшін бірінші біз берілген жазып алайық. Мысалы, балалар, көк қораптан бізде 6 бар, қызыл қораптан бізде 4 бар. Енді, балалар, бізге бір қорапқа 36 квадрат сантиметр қағаз кетеді екен. Енді, балалар, бұл жерде барлық қорапқа қанша қағаз кеткенін білу үшін біз барлығын, яғни қораптардың санын тауып, одан кейін барып, біз бір қорапқа кететін қағазға біз оның санын көбейтуіміз керекпіз. Яғни, балалар, шешімін былай жазамыз. Бірінші, көк қорап пен қызыл қораптың сандарын бір-біріне қосамыз, яғни барлығы қанша қорап бар екенін біз біліп алуымыз керекпіз. Яғни 6-ға 4-ті қосқанда бізде, балалар, барлығы 10 қорап бар екенін білеміз. Енді, балалар, бізге өздерің берілгенде көріп тұрғандарындай, бір қорапқа 36 квадрат сантиметр қағаз кететінін біліп тұр. Енді, барлығы қанша қағаз кеткенін білу үшін осы бір қорапқа кеткен қағазды осы барлық 10 қорапқа біз көбейтеміз, яғни 10-ды 36 квадрат сантиметрге көбейтеді екен. Сонда бізде, балалар, 360 квадрат сантиметр шығады. Яғни, балалар, жауабында барлық қорапқа 360 квадрат сантиметр қағаз қажет болды деп жауабын жазады екенбіз, балалар. Енді келесі бізде, балалар, үшінші есептің А есебі. Есептегі деректерді өзгерт дейді. Қосындысы 10 сан шығатындай қораптардың санын кез келген 2 санға ауыстыр дейді. Алынған есепті шығар дейді. Яғни, балалар, бізде А есебінде көк қораптардан 6, қызыл қораптардан 4 болатын болса, біз А есебінде оның санын өзгертіп, басқаша қылып жазуымыз керекпіз, бірақ та екеуінің қосындысы 10 саны болып шығу керек. Енді бізде, балалар, мысалы, көк қорапты 3 деп аламыз, қызыл қорапты 7 деп алуымызға болады, ал бір қорапқа 36 квадрат сантиметр кетеді. Барлығы қанша қағаз кеткенін табуымыз керекпіз. Енді, балалар, бұл жерде шешу өте оңай, жаңағы А есебіне өте ұқсас, бірдей десек те болады, яғни біз, балалар, көк қорап пен қызыл қораптың сандарын бір-біріне қосамыз, 10 қорап шығады, қосындысы 10 саны болу керек деп тұр. Енді
Осы 10 қорапты біз мына бір қорапқа кеткен қағазға көбейтеміз, яғни 36 квадрат сантиметрге көбейтеміз, иә. Сонда бізде 360 квадрат сантиметр шықты. Сонда бізде балалар енді барлық қорапқа 360 квадрат сантиметр қағаз қажет болғанын білеміз, иә. Дәл А есебіне ұқсас шығады екен балалар. Енді келесі бізде балалар 4-ші есеп, үлгі бойынша текшенің жазбасын қалай әзірлеуге болатынын ойластыр дейді. Нұсқалардың бірін таңда, текшенің жазбасын досыңмен бірге жаса дейді. Шашының қабырғалары 4 сантиметр болсын дейді. Енді бұл жерде балалар біз текше құрау үшін дәл суретте көрсетіліп тұрғандай, қабырғалары 4 сантиметр болатындай қағазды бірінші қиып аламыз, иә. Оны бүктеп текшені құрастырамыз. Яғни балалар, ол үшін біз олардың қабырғалары дегеніміз ұзындығы, енін, биіктігін 4 сантиметр қылып біз өлшеп алуымыз керекпіз, иә. Одан кейін барып, оларды дәл суретте көрсетіліп тұрғандай бүктеп біз текшені құрайтын боламыз, иә. Енді бізде келесі балалар 5-ші есеп, ойнайық. Ойыншының әрқайсысы 2 текшені лақтырады дейді. Түскен сандарды көбейтіп, нәтижесін жазады. Досың есептеудің дұрыстығын тексереді, әр ойыншы ойынды 5 рет қайталайды дейді. Яғни балалар, бізде мынандай текшелер бар, иә, ойнайтын. Мысалы, олардың әр беттерінде 1 болуы мүмкін, 2, 3, 4, 5, 6-ға дейін барады, иә. Енді бұл жерде балалар бізде 5 және 6 деген түсіп тұр екен, иә. Оларды біз көбейтуіміз керекпіз, сонда бізде 30 шығады екен. Дәл осылай балалар, түскен сандарды біз көбейтіп, олардың нәтижесін жазуымыз керек екенбіз, иә, яғни 5 рет жазуымыз керекпіз. Біріншісі бізде балалар 5 көбейтілген 6, иә, оның жауабы 30-ға тең болады. Екінші рет лақтырғанда 3 көбейту 5 болады, 3 пен 5 түскенде 15 болады, иә. Үшіншісі 4 пен 2 түскенде 8-ге тең болады. Одан кейін барып балалар, бізде 6 мен 1 түссе 6-ға тең болады. 5-ші соңғысы бізде балалар, 5-ті 4-ке көбейтеміз, 20 шығады. Яғни 5 және 4 деген сандар түседі екен, иә. Енді келесі бізде балалар 6-ші есеп, бөлінгіші белгісіз теңдеулерді көшіріп жазып, оларды шеш дейді, иә. Яғни балалар, бұл жерде бізде 6 теңдеу берілген, олардың бөлінгіші белгісіз, иә, яғни белгілі бір әріптермен берілген. Сол бөлінгішті біз табуымыз керекпіз. Яғни былайша айтқанда теңдеуді шығаруымыз керекпіз, иә. Мысалы, бізде балалар, біріншісі 5 көбейтілген с тең 250. Бұл жерде балалар, біз с-ның жауабын табуымыз керекпіз, иә. Оны табу үшін біз 250-ді 5-ке бөледі екенбіз балалар. Яғни с тең 250 бөлінген 5. Енді балалар, 250-ді 5-ке бөлгенде с-ның мәні бізде 50-ге тең болады екен, иә балалар. Енді осы с-ның орнына 50 санын қойып, мына с-ның орнына 50 санын қойып, біз көшіріп жазайық, иә. Сонда жауабы дұрыс па, дұрыс емес пе белгілі болады. Яғни 5 көбейтілген 50 тең болады 5-ті 50-ге көбейткенде бізде балалар 250 деген сан шығып тұр, иә. Яғни бұл дұрыс деген сөз. Енді келесі бізде балалар 360 бөлінген б тең болады 9 дейді. Бұл жерде балалар, бұның мәнін табу үшін біз 360-ты 9-ға бөледі екенбіз, иә балалар. 360-ты бөлеміз 9-ға деп, б тең 360 бөлінген 9 деп жазамыз. Енді 360-ты 9-ға бөлгенде бізде балалар 40 шығады екен. Яғни бұның мәні 40-қа тең екен, иә. Енді осы б-ның орнына, мына б-ның орнына осы 40 санын қойып, тексеріп қойып. 360-ты бөлеміз 40-қа, бізде тең 9-ға екен, иә. Яғни теңдеу дұрыс шықты деген сөз. Келесі бізде 3-ші балалар, а бөлінген 30 тең болады 9 дейді. Бұл жерде балалар, а-ның мәнін табу үшін біз 30-ды 9-ға көбейтуіміз керек, иә, керісінше. Енді 30-ды 9-ға көбейткенде бізде балалар, а-ның мәні 270-ке тең болады екен. Енді осы 270 санын осы а-ның орнына қойып жазамыз, иә, яғни 270 бөлінген 30, ол 9-ға тең болады екен. Келесі 4-шісі бізде балалар, y көбейтілген 6 тең 240 дейді. Енді балалар, бұл жерде y-дің мәнін табу үшін біз 240-ты 6-ға бөлеміз, иә. Сонда y-дің мәні бізде 40-қа тең болады екен. Енді осы 40 санын y-дің орнына қойып жазамыз. Сонда 40-ты 6-ға көбейткенде бізде 240 саны шығып тұр, иә.
Келесі бесіншісі бізде балалар x бөлінген 40 тең 6 дейді. Енді бұл жерде балалар бізге x-тің мәнін табу керек. X-тің мәнін табу үшін біз балалар 40-ты 6-ға көбейтеді екенбіз, иә? 40-ты 6-ға көбейткенде бізде балалар x-тің мәні 240-қа тең болады екен. Енді осы 240 санын біз мына x-тің орнына қойып жазамыз. 240 бөлінген 40 тең 6-ға болады екен, иә? Яғни жауабымыз дұрыс шықты. Келесі соңғы теңдеу бізде балалар 4 көбейтілген а тең 360 дейді. Бұл жерде бізге балалар аның мәнін табу керек. Аның мәнін табу үшін біз балалар мына 360 санын 4-ке бөледі екенбіз, иә? Яғни 360 бөлінген 4 деп жазамыз, иә? Сонда бізде аның мәні балалар а тең 90 болады екен, иә? Яғни аның мәні 90-ға тең. Енді осы 90 санын мына аның орнына қойып жазып тексеріп көреміз. 4 көбейтілген 90, яғни 360-қа тең болады екен, иә? Яғни балалар бұл есепте дұрыс шықты деген сөз балалар. Келесі бізде балалар 7-ші есеп. Ойын текшесінің қарама-қарсы қабырғаларындағы нүктелердің қосындысын тап дейді. Заңдылықты анықта дейді. Яғни балалар бұл жерде мысалы 2-ке қарама-қарсы 5 болуы мүмкін, иә? Осылай, яғни мына жағында бізде қандай да бір текшенің саны бар, иә? Мысалы мына жағында бізде 2 тұрса, міне 1, 2 тұр, иә? Ал мына жағында 5 болады, мына жағында 6 деген сияқты. Ал мына жағында бізде қандай да бір басқа сан болады. Яғни балалар біріншісінде бізде 2 қосу 5 болады. Яғни 2 мына жағында үстінде 2 болса, астында бізде 5 болады екен, иә? Яғни оның жауабы 7-ге тең болады екен. Енді мына жағында 1 болатын болса, мына жағында бізде 6 болады, иә? Яғни 1 қосылған 6 болады, тең 7. Одан кейін балалар, бер жағында, мына жағында 4 болатын болса, арғы бетінде бізде 3 болады, яғни 3 қосылған 4 тең 7 болады екен. Яғни балалар, қай жағын 2 қарама-қарсы бетін қосса, олардың жауаптары бәрібір 7-ге тең болатын заңдылықты біз анықтадық, иә балалар? Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылыңдар. Одан кейін балалар, міндетті түрде қоңыраушаны да басып қойыңдар. Себебі біздің арнамызда 3-4 сыныптардың барлық математиканың есептері, түсінбеген тақырыптарын шығып отыратын болады балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.